Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын сникерс тортының оригинал рецептімен тегін мастер-класспен сіздермен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ең алдымен електен өткізілген 170 грамм ұнымызға 1 шай қасық қамыр қопсытқышты және де какаодан 30 граммды алып, оны да міндетті түрде електен өткізе отырып барлығын араластырамыз. Одан соң 82% сары майдан 100 грамм алып, барлығын қолымызбен жақсылап осындай үгілмелі масса болғанша барлығын араластырамыз. Қамырымыздың үгілмелі болуының бірден бір сыры 82% міндетті түрде сары майды қолданыңыздар. Одан соң S0 немесе S1 категориялы жұмыртқамызға 50 грамм қантты шаншқымен араластыра отырып барлығын араластырамыз. Және ескерте кететін жайт, достар, менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті каналдың дамуына үлестеріңізді қосыңыздар. Міне осы жұмыртқалы массамызды араластырып болғаннан кейін, жаңағы какаолы ұнды массамызды екеуіне барлығын біріктіріп, өте жұмсақ қамыр илейміз. Мен какаодан рахаттың какаосын пайдаландым. Міне осындай қамыр болып шығады. Қолға кішкене ғана жабысады, сондай жұмсақ болып шығады. Целлофан пакетке салып 15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сол аралықта начинкасын дайындаймыз. Ол үшін 5 немесе 9% 300 грамм творог, яғни сүзбемізді осылай езіп аламыз, немесе блендердің көмегіне жүгінсеңіздер болады. Мен осылай сито арқылы өткіздім. Одан соң оның үстіне 150 грамм қантымызды және сүзбелі ірімшік, яғни творожный сырдан 100 грамм, S0 немесе S1 категориялы 2 жұмыртқамызды және де 20-25% майлылығы қаймақтан 150 граммдай салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жүгері крахмалынан 10 грамм саламыз, себебі біздің начинкамыз және салмамыздың қатты ұстақтығына осы жүгері крахмалы көмегін тигізеді. Енді тоңазытқыштан шыққан осы қамырымызды алып, осындай табаға орналастырамыз. Міндетті түрде шаншқымен тезіп шығамыз, себебі пісу барысында көтеріліп кетуі мүмкін. Астын және жандарын міндетті түрде шаншқымен теземіз. Одан соң міне дайындап алған салмамыздың барлығын құямыз. Менің табамның диаметрі 24 сантиметр. Қызып тұрған 160-170 градус пеште 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Глазур дайындау үшін сүтті шоколад, яғни молочный шоколадтан 100 грамм және 60 граммдай 33-35% клейгейімізді құйып, екеуін су моншасында, яғни водяная баняда қантты ерігенше осылай газда ұстаймыз. Одан соң ол масса толықтай суы үшін 40-45 граммдай клейгейді құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 100 грамм арахис, мен соленый арахисті пайдаландым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және ескерте кететін жайт, жаңағы піскен пирогымызды духовкадан шығарғаннан кейін формадан мүлдем шешпейміз. Толықтай суығаннан кейін барып қана осылай үстіне шоколадты массамызды құямыз. Міне көріп тұрғаныңыздай, мен формадан шешкен жоқпын. Міне шоколадты арахисті массамызды құйдық. Осы күйінше тағы да тоңазытқышқа бір түнге қалдырамыз. Формадан мүлдем шешпейміз, себебі беті жарылып кетуі мүмкін. Міне бір түннен кейін шықты тоңазытқыштан. Көріп тұрғанда ешқандай жарығы жоқ. Осындай жұмсақ, коржысы дәмді, салмасы да өте керемет болып шығады. Бетіндегі мына шоколадты массамызбен өте керемет үйлесімділік табады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Міне көріп тұрғандарыңыздай кесілгенде осындай болып шығады. Ешқандай сникерс тортынан ешқандай айырмашылығы жоқ. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ас болсын.